Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді ағылшын пирогы банафи пай жасайтын боламыз. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнға мұздай сары майды үгітіп қолмен араластырып аламыз. Шекер саламыз. Сосын бір жұмыртқа және де бір жұмыртқаның сарысын салып қамыр елейміз. Қамырды пакетке орап, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң қамырымызды алып, ұнның көмегімен жаямыз. Жайлап, оқтауға орап, формаға қоямыз. Артық қамырды оқтаудың көмегімен алып тастаймыз. Вилканың көмегімен ортасын кесіп шығамыз. Қамыр формасын сақтау үшін бетіне пергамент қағазын төсеп, үстіне ауырлау етіп кез келген күрішті немесе горохты төсеп қоямыз. Сосын қызып тұрған духовкаға саламыз. 15 минуттан соң бетіндегі пергамент қағазын алып тастаймыз. Сосын духовкаға қайта жіберіп, піскенше бір қалыпты піскен соң духовкадан шығарып, жарты сағаттай суытамыз. Енді коржымыздың үстіне қойытылған сүттің, яғни сгущенканың варенкасын 3 қасығын салып, бетіне түзулеп жағып шығамыз. Үстіне бананды қиғашынан бөліп, толтырып қойып шығамыз. Кремін жасаймыз. Ол үшін 33%-дан жоғары сливкиді жақсылап миксерлейміз. Шекер қосамыз. Сосын 1 шай қасық майдаланған кофе қосамыз. Креміміз дайын, формасын жақсы ұстайды. Кремді кондитерлік қапқа салып аламыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп, кремді бананның үстіне қойып шығамыз. Бетіне кофе сеуіп шығамыз. Міне пирогымыз дайын болды. Жұмсақ, нәзік, кофенің дәмі шығатын керемет пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.